Қайырлы күн достар, бүгін біз балсыз ПП гранола жасайтын боламыз. Граноланың жағымды жақтары: біріншісі, сіз ПП диета ұстап жүрген жандарға өте пайдалы және құнарлы таңғы астардың бірі болып келеді. Екінші жағымды жағы, ол сіз таңғы аста каша пісіріп көп уақытыңызды жаратпай, тек осы гранолаларға сүт, йогурт қосу арқылы таңғы ас жасауыңызға болады. Бізге керек заттар: сұлы жармасы, асқабақ дәні, миндаль, мейіз, шым тұз, алма және де апельсин. Алмамызды үккіштен өткіземіз. Апельсиннің шырыны керек болады. Миндалімізді керегінше ұсақтатып аласыздар. Алдымен сұлы жармасына миндаль, асқабақтың дәнін және тұзымызды саламыз. Құрғақ заттардың барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Ендігі кезекте апельсин шырынын және де үккіштен өткізген алмамызды салып, барлығын толығымен біркелкі етіп араластырып шығамыз. Осы жерде әркімнің өзінің талғамына байланысты мак, корица және тағы басқа дәмдеуіштерді қолдануға болады. Дайын болған массамызды пергамент төселген пешіміздің противеніне дәл видеодағыдай біркелкі етіп жайып шығасыздар. 160 градус ысып тұрған пеште әрбір 10 минут сайын алып шығып, араластырып отыру міндетті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 10 минут өтті. Енді мен гранолалар күйіп кетпес үшін, біркелкі пісу үшін дәл видеодағыдай осылай толығымен араластырып, қайтадан жайып противенге духовкаға жіберетін боламын. Пісуіне 10 минут қалған кезде мейізімізді салып, толығымен араластырып, қайтадан осылай духовкаға жіберемін. Барлығы 35-40 минутта пісетін болады. Әркімнің өзінің пешіне байланысты. Менде 40 минутта пісті, 160 градуста. Міне гранолаларымыздың түрі дәл видеодағыдай болуы керек. Арнайы осындай сақтауға болатын құрғақ ыдыстарда, құрғақ жерде 3 айға дейін сақтауға болады. Диета ұстап жүрген жандарға өте таптырмас таңғы астардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұның жеу әдісі жаңағыдай осы біздің құрғақ таңғы асымызға сүт үстінен қосып, ары қарай тұтына бересіздер, немесе йогуртта қосып жеуге болады. Егер де рецептім сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.